Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге бизнесті бірден ашып кету жолдары туралы айтатын боламын. Бүгінде көп адамдар өзіне қызмет етіп, жеке кәсібін ашуды қалайды. Бірақ кәсіп бастауға тек идея жетпейді. Қандай да бір табыс көзі болу үшін аянбай еңбек етіп, бизнес идеяны жетілдіріп пісіріп алу керек. Қазір мен сіздерге бизнес ашу жолдарын түсіндіретін боламын. Жеке кәсіп ашып, кәсіпкер атанғаннан кейін бірден табысқа кенелу үшін барлық кедергіні алдын ала жоспарлаған дұрыс. Біріншіден, бизнес идеяны тұжырымдау. Алдымен өзіңізге қызық құнды идея тапқаныңыз жөн. Әйтпесе бизнесіңізге қызығушылық болмаса, іс құрдымға кетуі мүмкін. Өзіңізді шабыттандыратын, хоббиіңізге барынша сәйкес келетін іс бастаған дұрыс. Жаңа нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ. Оның орнына нарықта бар қызығушылығыңызға сәйкес келетін бизнес түрін алып, оны дамыту, тұтынушыға қалай дұрыс жеткізу жолдарын ойлаңыз. Екіншіден, нарықты талдау. Идеяны таңдап алған соң, нарыққа талдау жүргізу керек. Тауардың қаншалықты сұранысқа екенін анықтау. Бәсекелестікті бағалау. Баға мен ассортиментке көңіл бөлу. Бұл өнімге сұраныс бар жоғын түсінуге көмектеседі. Нарыққа дүкен аралап, тауар бағасы мен сапасына назар аудару арқылы, құпия сатып алушы болу арқылы немесе сауалнама жүргізіп талдау жасай аласыз. Үшіншіден, бизнес жоспарын құру. Келесі қадам бизнес жоспар құру. Ол болашақта кәсібіңіз қалай дамитынын, мүмкін болатын тәуекелдерді алдын алуға мүмкіндік береді. Бұл кәсіпкерлік бастаманы бағалаудың негізгі құжаты. Жеке бизнес ашудың барлық кезеңін сипаттайтын нұсқаулық. Бизнес жоспар мынадан тұрады. Жобаның негізгі мақсаты: өнімді қызметті әлеуетті сатып алушылардың саны, тұтынушыларды тартудың тәсілдері, бастапқы инвестицияның көлемі, болжамды кіріс. Төртіншіден, жобаны тіркеу. Қандай да бір кәсіпті ашсаңыз, оны ресми түрде тіркеу керек. Алдымен кәсіптің түрін анықтау керек. Жеке кәсіпкерлік есеп беруді жеңілдетуге, аз төлеммен жылдам тіркеуге, кез келген аймаққа жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Барлық түскен пайда кәсіпкердің жеке меншігі. Қажет болған жағдайда жеке кәсіпкерлікті оңай жабылады. Бір кемшілігі сауданың жекелеген түрлеріне шектеу бар. Ішімдік, дәрі-дәрмек және тағы да басқа міндетті сақтандыру жарналарын төлеу керек. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Ол бірнеше меншік иелерін жарғылық капиталға жауапкершілікті, қызметтің кез келген түрін жүзеге асыру мүмкіндігін қарастырады. Кемшіліктері: тіркеу шығынының қымбат болуы, есеп жүргізудің күрделілігі және қосымша салық. Шағын бизнес үшін оны тіркеудің қарапайым түрі жеке кәсіпкерлік. Оның басты артықшылығы қаржы жеткіліксіздігі болса да, бизнес бастау мүмкіндігі. Сонымен қатар интернет дүкен ашу үшін арнайы рұқсат немесе лицензия қажет емес. Салық және есеп. Кәсібіңізді ашып, оны тіркегеннен кейін міндетті түрде салық төлеуді және есеп тапсыруды ұмытпау керек. Қазір салық төлеу оңай. Бар болғаны Каспий Кезет қосымшасы арқылы жеке кәсіпкерлігіңізді тіркеп қоюыңыз керек. Егер бастапқыда кәсіп ашуға қаражатыңыз жеткіліксіз болса, онда мемлекет тарапынан бизнес жол картасы 2025 бағдарламасы аясында қайтарымсыз гранттар, бастау бизнес, сондай-ақ ауыл шаруашылық кәсібінде түрлі гранттар қарастырылған. Достар, әр қазақ баласының дөңгелетіп отырған өз кәсіптері болсын. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Келесі кездескенше.